Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып қазақ тілі пәні 50-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біздің жобамыз деп аталады. Сипаттау мәтіні қалай құрастырылады? Сипаттау кезінде заттың немесе нәрсенің барлық белгілерін тізіп, түгендеп жатудың қажеті жоқ. Оның мінез-құлқы мен атқаратын қызметіне мән беру керек. Саны мен сапасы, айрықша қасиеті, пайдасы да ескеріледі. Сипаттап отырған затыңа немесе нәрсеге өз пікіріңді, одан алған әсерің мен сезіміңді білдіресің. Сондай-ақ ол заттың адамға пайдалы немесе пайдасыз екенін көрсетуді ұмытпа. Жұмбақ сипаттауға құрылған шағын әдеби шығарма. Түйе туралы жұмбақтарда оның негізгі белгілері қалай сипатталатынына назар аудар. Бірінші жұмбақ түйенің сыртқы бейнесі туралы. Кезекті бір жануар, үстінде 2 тауы бар. Бұл не? Бұл түйе. Екінші жұмбақ түйеге ғана тән қимыл қозғалыс туралы. Маң басқан, 4 аяғын тең басқан. Бұл қай жануар? Бұл әрине түйе, балалар. Үшінші жұмбақ түйеге ғана тән дауыс, үн туралы. Даусы қоңыр, үні мұң, тесіп қойған мұрнын. Жұмбақтың шешуі түйе. Төртінші жұмбақ түйенің айрықша қасиеті туралы. Бұл не қылған ереді, қандай мықты жүрегі. Бір ұрттам су татпастан 1000 шақырым жүреді. Жұмбақтың шешуі түйе. Қалай ойлайсың, жұмбақ мәтіннің қай түріне жатады? Балалар, жұмбақ мәтіннің сипаттау түріне жатады. Мысалы, біз мына жұмбақтарда түйені сипаттап тұрмыз, түйенің сыртқы бейнесін, түйеге тән қимыл қозғалысты, түйеге тән дауыс үнін, түйенің айрықша қасиеттерін айтып, түйені сипаттап тұрмыз, Келесі тапсырма: өзіңе ұнаған жануармен осындай тапсырма құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңның алдында қорға және бағала. Олай болса, балалар, біз өзімізге ұнайтын жануар, мысалы сиырды алып, осындай тапсырмалар құрастырып көреге. Бірінші, сиырдың сыртқы бейнесі туралы. 2 айнасы бар, 2 найзасы бар, 4 жаптырмағы бар, 1 шыбыртқысы бар. Жұмбақтың шешуі сиыр. Екінші, сиырға тән қимыл қозғалыс туралы. Жүретұғын әрдайым, жануар мұндай қайда бар, ішкен суын әрдайым ақ сүт етіп қайтарар. Жұмбақтың жауабы сиыр. Үшінші, сиырға тән дауыс, үн туралы. Мөңірейді, үн анық, дауысы бар, тым қанық. Жұмбақтың жауабы сиыр. Төртінші, сиырдың айрықша қасиеті туралы. Айран берген, құрт берген, шелек-шелек сүт берген. Айтыңдаршы, балалар, бұл қандай мал, кім білген? Жұмбақтың жауабы сиыр. Мінеки балалар, сендер де өздеріңе ұнаған жануарды сипаттап, осындай тапсырма құрастырып көрулеріңе болады. Ал енді балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.